Жақын арада қырылған тағы 5000 киік табылды. Астанадан Қостанай облысына аттанған шындық экспедициясы тобының мүшелері жергілікті тұрғындардың сөзіне сүйеніп осындай ақпарат таратты. Сондай-ақ олар құқық қорғау органдары тарапынан кедергілерге тап болдық деп отыр. Антигептил ұйымының мүшесі Болатбек Біләлов экспедиция шындық деп аталған құрамында 5 адам болып, ұйым мүшелері киіктер қырылып жатқан аймақтарға сапар шеккенін айтты. Алайда құқық қорғау органдары тарапынан кедергі келтіріліп жатыр деген олар полицейлердің жиі тоқтатып 2 сағат бойы кідіртіп, құжаттарын тексергенін алға тартты. Оның сөзінше белсенділер Қостанай облысына кеселдің себебін анықтау үшін ғана емес, жергілікті халықтың пікірін білу үшін де аттанған. Антигептилдіктер жануарлардың қырылуы мен гептил арасында байланыс бар деп есептейді. Бүгін олар Торғай, Жангелді районының центрында Торғайда қазір болып жатыр. Мен телефонмен оларға сөйлестім. Олар әкімшіліктермен кездесейін деп жатыр. Әкімшіліктің кездесетін мақсаттары ол сол ауылдың қасында 5000 киік өлген тағы да табылған. О әкімшіліктер айтып жатыр, ол бұрында сол бір айдағы өлген киіктердің жаңа ғана табылып жатыр деп. Халықтар айтып жатыр, ол жоқ, ол осы 1-2 күнде сол өлген деп.